Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте оңай сырники жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Құрамына кіретін 700 грамм творог, 2 дана жұмыртқа, ұн, тұз, қант. Творогымызды алып, осылай етіп езіп аламыз комоктары кеткенше. Дәміне қарай мен көз мөлшерімен саламын. Сіздерге описаниясына қалдыратын боламын, қанша салатын. Тұзымызды салып, үстінен қантымызды салып, көз мөлшерінде қант мен тұзы ерігенше араластырамыз. Араластыра отырып, 2 дана жұмыртқамызды саламыз. 2 дана жұмыртқаны араластырып, толық бір масса болғанша араластырамыз. Оның үстін 2,5 ас қасық ұн қосамыз. Комоғы кеткенше араластырып, ұнаған формаңызда бір ас қасықтан алып, ұнға малып алып, осындай стаканның көмегімен жасасаңыздар да болады, немесе формалармен де жасасаңыздар болады. Осылай етіп, тақтайдың үстіне пергамент бумагасын төсеп, қалаған формаларыңызды жасап, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып, қатырып алып, маечкаға салып қоямыз. Қалаған уақыттарыңызда пісіріп алуға өте ыңғайлы. Осылай етіп қатырып алғаннан кейін 2 бетін табамызға майымызды құйып, 2 бетін қызарта отырып, осылай етіп пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.